Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен екі түрлі пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті су, тұз, 2 ас қасық шекер және дрожж ашытқы. Барлығын араластырып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 15 минуттан соң аз ғана сұйық майымызды қосып қамыр илейміз. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болып иленсе, пиццаның қамыры да соғұрлым жұмсақ болып шығады. Қамырымыз ашығанша пиццамыздың соусын дайындаймыз. Ол үшін қызанақты майда етіп турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл сіздерде блендер болса, блендерда майдалап алсаңыздар болады. Мен қолмен турап, оны сковородкаға аз ғана майда құйып қуырамыз. 2-3 бас чеснок, тұз, бұрышты салып, суы тартылғанша қайнатып аламыз. Түйіршіктері қалмау үшін вилкамен майдалап алдым. Қамырымыз дайын, енді пиццамызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бұл тесто 2 порция пиццаға арналған. Қамырларымыз дайын, енді қамырымызды листке жайғастырамыз. Оқтаумен жаюдың қажеті жоқ, өзі жұмсақ, қолдың көмегімен жайып шығамыз. Бірінші пиццаға кетчуп пен майонез қолдандым. Кетчуп пен майонезді араластырып жағып, үстіне колбасамызды салып шығамыз. Бұл пиццаға сырды көбірек салған дұрыс. Сырмен дәмді бола түседі. Бірінші пиццамыз дайын, пісіруге жібереміз. Екінші пиццамыздың соусын жаңа өзіміз дайындап алған қызанақ, чеснок, бұрыш қосылған соусымызды пайдаланамыз. Бұл пиццаның ерекшелігі де осы. Үстіне қызанақтарымыз бен тәтті бұрыштарымызды жайғастырамыз. Бірінші пиццамыздан артылған шұжықтарымызды салып жібереміз. Өздеріңіздің қалаған заттарыңызды салсаңыздар болады. Бұл пиццаға сырды көп салу қажет емес. Пиццаларымыз дайын. Ас болсын. Менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Тіркелуді де ұмытпаңыздар, ас болсын.